Алларыңызда 2022 Kia Carnival деген автокөлік. Kia Carnivalды алатын адам только жолда жүреді ғой, былай айтқанда ше. Неге десеңіздер, өйткені салоны кең, былай айтқанда король трассы автокөліктерінің бірі ғой, ол Kia Carnival деген 3.5 объеммен передний приводта келген 2022 жылғы стартовый цена 3,5 миллион теңгеден басталып тұрған вариант. Повреждение осы бамперінен болған екен, решеткасын, именно фарасын және де решеткасын ауыстырасыздар. Капотын орнына келтіруге болады. Бесключевой доступ, вилюр салонымен, полный электропакетте. Вилюр салонда осындай задний часть бампері ішінде жатыр екен, автокөліктің тап-таза екен, задний часть бампері сынбаған, ұрылмаған, капитанский сиденьесімен, аналоговый табло, үлкен монитор, полный мультируль, автомат коробкасымен, электронный ручник, драйв-мод, автоход барлығы бар. Задний часть бамперін шешіп алып қойған екен. Kia Carnival деген автокөлігіміз бұйыртса 3,5 миллион теңгеден бастап ойнап қатысатын болады бүгін кешке. Кімге қызық, хабарлассаңыздар болады. Пробегі автокөлікте 51 мың ғана пробег жүрілген, линзовый фарасымен. Бұйыртса қызыққан жандар болса, бұрын қойып қатысып көрсеңіздер болады.